танысқанымызға қуаныштымыз. Бар миссиямыз осы, сізді қарсылап, құттықтап. Қатысушылар көп болды. Енді жаңа парламент мәжілісінің төрағасы Ерлан Жаһанұлы өзі бастап айтып өткенде 300-де жұмыс келіп түсті деді. Соның ішінен енді іріктеліп шыққандары әдебиеттің 4 саласы бойынша әдеби сын, драматургия, проза, поэзия және балалар шығармашылығы бойынша әрбіреуінен енді 3 орыннан болды. Әрине, енді балаларға арнап, өлең шығарып, оны жаттатқызып жүзеге асырған туындыларымның әділ және шынайы бағаланғандығында өте қуаныштымын. Алты алаштың басы қосылса төр мұғалімдік деп Мағжан бабамыз айтқандай, елордамыздың төрінде осынау ерекше қолдауды сезініп, ұлы дала әдеби байқауына қатысып, жүлделі орын алғаныма өте қуаныштымын. Байқауға қатысуға ықпал еткен біріншіден Батыс Қазақстан облыстық Аманат партиясына шын жүректен алғысымды айтамын. Содан кейін әрине өзімнің Казталов аудандық білім беру бөлімі.